Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам менен кейін бір пайғамбар болғанда ол Омар болар еді дейді. Қарның тоқ болса ғана дұрыстап құлшылық етесің. Қарның аш болса, жейтін ештеңең жоқ болса, ұрлыққа да барасың, қарлыққа да, басқаға да барасың. Кеткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жәннати адамды көріп қуанғыларың келсе, мына адамды көре беріңдер деп айтты дейді. Алхамдулилlah, ассалату вассаламу аля расулилlah, амма ба'д, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах Тағала сіздер мен біздерді жоқтан бар етіп жаратып, жаратылыстың ішіне ең абзал етіп, адам баласы етіп, оның ішінде мұсылмандардан етіп, мұсылмандардың ішінде Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның үмметінен етіп жаратып, өзіне бас етін құлдарынан еткеніне сансыз шүкірлер болсын, мақтаулар болсын. Оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына Аллах Тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Қиямет күніне дейін ізгілікте ізінен еруші үмметтеріне, сіздер мен біздерге Алланың мейірімі жаусын ағайын. Егер Алланың тауфиқы болмаса, Алланың сізбен бізді сүйіп, жақсы көріп, біз үшін қалауы болмаса, осы жерге жиналып отырып, Алланың үйлерінің бірі болған мешітте отырып, осы тәлімді, осы сауапты, қайырлы істі жүргізе алмас едік. Ол да Алланың тауфиқымен. Сол үшін әрбір Алланың беріп атқан тауфиқына шүкір айтып, ла хаула ва ла қуата илля билля деп, Алладан асқан күш қуат иесі жоқ, мен өз қалауыммен бұл жерге келген жоқпын, Алланың қалауымен деп. Әрине бізге Аллах Тағала ерік берді, бізді мәжбүрлеген жоқ. Кейбір тарихта мәзһәптер өткен. Біз әрбірісімізде мәжбүріміз дейді. Алла бізді мәжбүрлеп отыр дейді. Енді тағы бір оларға қарама қарсы кері кеткен тайпа мәзһәптер өткен ағымдар. Олар әр ісімізді өзіміз жаратамыз дейді. Әлгі бірінші жәбриялар жоқ, барлық ісіміз біздікі емес, Алланыкі, Алла жаратып жатыр, біз мәжбүріміз десе, екінші топ, яғни таяқтың екі-үш секілді, екіншісі жоқ, өзім жаратып жатырмын. Айтары, яғни өзің істеп жатқан күнәңді Құдайға жаппа дейді. Құдай істеп жатқан жоқ, өзің істеп жатсың дейді. Бір естіген адамға дұрыс секілді ойлап қалады, солай ғой шынында да деп. Екінші жақ жоқ, сен Құдайсың ба, не әрбір істі Құдай жаратып жатыр, демек біз мәжбүрміз, Құдай жаратып қойған нәрсені істеп жатырмыз дейді. Әхлі сүнна екеуінің ортасында. Әрбір істі Алла жаратты, бірақ сені мәжбүрлеген жоқ. Саған ерік берді. Қияметтің күні сол еркіңнен сұраласың. Істейін деп жатқан кезде саған сол істеуді, күш қуатты Алла беріп жатыр ғой саған. Алланың беріп жатқаны, бірақ ерік бар сенде. Саған беріп жатқан Құдайдың рызқысын адал жолмен аласың ба, арам жолмен аласың ба? Ол сенің еркіңде. Бірақ ол рызық саған келеді бәрібір. Саған жазылған ол. Алла оны жеткізеді саған. Қимылдау, іс-әрекет біздің міндетіміз. Бұл дүниеде алмасаң, ақыретте аласың. Істеген еңбегіңнің кейбір нәрселерді сұраймыз, дүниеде берілмей ақыретке қалдырылады деп келеді ғой хадисте. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз сол, мына дүниеде Аллах Тағаланың сізге берген дүниесінен, мал мүлкінен өзгелермен бөлісу. Зекет. Алланың парыз еткен дүниесі. Көбінесе зекетке қатысты келгенде кейбір адамдар дереу, бұл маған қатысы жоқ қой, бұл тақырыптың деп ойлайды. Байларға қатысты дүние ғой дейді. Маған қатысы жоқ дейді, болды. Немесе жаңа алу жолын тыңдауға тырысады, алуға бола ма екен, қалай екен дегендей. Жалпы Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала намазды айтқан кезде зекетті бірге жүргізеді. Намаз айтыла ма, зекет бірге жүреді. Біз көбінесе намаз бен оразаны қосып айтып отырамыз ғой, намаз бен ораза. Құран кәрімде қарасаңыз, зекет бірге жүріп отырады. Сахабалар байғат берген кезде тіпті намаз оқуға қол бердім, пайғамбарға ант іштім, байғат жасадым, сонымен қоса зекет беруге деп те айтады. Енді жалпы зекет деген сөз, әз-зака араб тілінде тазалану болатын болса, бір мағынасы көбею,
өсу, өну деген мағынаны білдіреді. Құран кәрімде Алла субханаху ва тағала Бақара сүресінде «Ва ақимус салата ва атуз зака» намазды оқыңдар, зекеттеріңді беріңдер деді. Алғашқы 5 аятын бәріміз оқып жүрміз. Сол жерде де Алла субханаху ва тағала мұъминдерді сипаттап келіп, олар намаз оқып, зекетін беретіндігі жөнінде айтады. Олар намаздарын қайым болады, тұрғызады, зекеттерін береді деп мұсылмандардың сипаттарын айтады. «Хуз мин амуалихим садақатан тутаххирухум ва тузаккихим биха». Құран кәрімде Тәубе сүресінің 103 аятында Аллах Тағала пайғамбарға бұйырып жатыр. Ал олардың зекеттерін дейді. Малдарынан олардың садақа деген бұл жерде зекет мағынасы ал дейді. Сонымен оларды тазартасың дейді. Тазалайсың дейді. Демек, малымыздың ішінде кейбір бөлігі алынбайтын болса, ол мал лас болады. Тазаланбайды. Адал өзімнің еңбегіммен тапқан дүнием бұл десеңіз де, ішінде өзгелердің ақысы бар, сол үшін ол сізге лас болып саналады. Мен үнемі мысал қылып келтірем. Тапшы уақытта бір жинаған суыңыздың немесе сүтіңіздің ішіне нәжіс түсіп кетсе, көріп тұрсаңыз, іше бермейсіз ғой. Төгіп тастайсыз. Көз алдыңыздан аның ішіне нәжіс түсіп кетті. Жеркенесіз себебі. Дәл солай өзіңіздің адал теріңізбен, еңбегіңізбен тапқан дүниеңіз, оған талас жоқ. Бірақ соның ішінде де өзгелердің ақысы болады. Соны шығарып тастаңыз. Көпте емес өзі, 40-тан 1-ін ғана бұйырды. Тең жартысын деп тұрған жоқ Құдай Тағала. 40-тан 1-і. 2,5% ғой. Енді қараңыз, сізден қимыл, іс-әрекет дүние табу барысында қиыншылық көп болған сайын, сізден Аллах Тағала аз алады. Іс-әрекетің көп болмай, жеңіл табатын табыстар бар. Олардан көбірек шығар дейді. Алтын, күміс, ақша, құнды қағаздар 2,5% шығарасыз қой. Енді 40-тан 1-ін шықты. 1 миллионнан 25 мың теңге. Енді қазір алтынның грамын есептеп отырасыздар. 85 грамм алтынның қанша болып отыр қазір? Шамамен 1-2 миллион болып отыр. 2 миллионыңыз бар ма? Жылдың соңында уақыт айналып келді, ешкімнен қарыз емессіз. Демек, содан 2,5%-ын шығарасыз. 50 мың теңгесін шығарып. Жаңағы сіздің қалған 1,950,000 теңгеңізді не істеп жатсыз? Тазалап жатсыз. Киіміңіз кір болып қалса тастай салмайсыз ғой. Апарып жуас, қайтып сізге қайтып келеді, таза болып. Солай емес пе? Сіз 50 мың теңге менен шықты деп есептемеңіз. Аллах Тағала оны тазалап сізге қайтып береді. Және 50 мың қып бермейді. Кемінде 10 есе қып береді. Демек, кім пайда көріп жатыр, айналып келгенде сіз тағы да. 700 есеге дейін деп келеді. 50 мың 700 есесі қанша болады? Салып та көрмегенбіз математикамызға. Себебі салып жүрген кезімізде дереу айтатын ек та. Аллах Тағала берем деп тұр. Оның есесінің процентін шақпағанбыз да біз осы күнге дейін. Мен осын берем қазір. Зекетті. Білулеріңіз керек қой бәріңіз. Қазір алтын қанша болып жатыр? Демек қанша болады минимальный? 85 грамм алтын қанша шығады? 2 миллион. Оның 2,5% қанша? 50 мың. 50 мың берсем, 10 есе қып 500 мың. Бұл жақсы. 700 есе қысам қанша болады? Қанша? 35 миллион болады. Есептеп көрмегенбіз де себебі. Неге? Қызықпаймыз. Береді ғой, сауап деп қараймыз, болды ғой. Алла мына дүниеде де сізге береді, 700 есе қып. Қадір емес деп ойлайсыз ба? Сізді министр шақырып, әкім шақырып, мына проектіні бітірсең, мынанша гонорар саған десе, сенесіз ғой оған, иә? Әкім себебі бұл министр деп. Алла айтып жатыр сізге 700 есе қып айтарам деп. Оның математикасын басымызға да салып көрмегенбіз. Зекетті бермегеннің несін санаймын дейсіз ғой. Бұл да біздің қиыншылық миымыздағы проблемалардың бірі. Жаңа айттым ғой, зекет тақырыбы қозғалғаны маған қатысы жоқ, оны дейміз де жүре береміз. Жоқ.
Зекет беретіндер деп аударылады. Жалпы аятқа үңілетін болсаң, зекет үшін жұмыс істейтіндер. Мен дүние тауып зекет берем деп жұмыс істеп көрдік пе? Дүние тауып өзіме қажеттілік артылып жатса берем дейміз. Неге зекет беру үшін жұмыс жасамаймыз? Исламдағы 5 діңгектің біреуі емес па? Мен зекет берем деп неге дүние іздемейміз? Мені Құдай зекет беретіндердің қатарынан қылшы. Құдай қаласа биылғы менің зекетім 1 миллион болады деп қойыңызшы, іштей ниет етіп. Құдай сізге қанша береді сонда? 40 миллион береді. 1 миллион шығару үшін. Ол 1 миллионды бердіңіз, оны қанша есе қылады? Кемінде 10 есе. Қаласа 700 есе. Қаласам одан арттырып берем дейді. Алла айтып жатыр. Өзі де рас, сөзі де рас болған Алла айтып жатыр. Және бүкіл мал, мүлк оның қолында болған Алла айтып жатыр. Пайғамбарға айтады. Құлиллахумма маликал мүлк. Айт дейді, пайғамбарға айтып жатыр. Мына дүниенің, мына мүлктің барлығының иесі сенсің деп айт дейді. Иесісің сен деп айт деп жатыр пайғамбарымызға. Ту'тил мүлка ман таша. Сен қалағаныңа дүниені бересің. Қалағаныңа. Тек қана әлемдегі анау миллионерлер солар ғана ақша алады деген сөз емес, жоқ. Сіз де лайықсыз, бәріміз лайықсыз, бәріміз лайықпыз сол ақшаны иеленуге. Уатанзиул мүлка мимман таша. Қалағаннан ол патшалықты, байлықты, дүниені тартып аласыңыз. Аллах Тағала қадір оған. Уатуиззу ман таша. Қалаған адамын сен абыройлы қыласың, жоғары қыласың, көтересің оның дәрежесін. Уатузиллу ман таша. Қалағаныңды сен қор қыласың, я Рабби. Биядикал хайр. Сенің қолыңда барлық жақсылық. Иннака ала кулли шейин қадир. Барлық нәрсеге күш құдіретің толық жетеді сенің. Деп айт деп жатыр пайғамбарымызға. Неге? Бұл нені үйретіп жатыр? Пайғамбар, Аллах Тағала онсыз да сондай екенін ол өзіне мәлім ғой. Неге айттырып жатыр? Сіз бен бізге тәлім ретінде айтуымыз керек күніге. Тіршілікке кетіп барасыз. Ниет етіңіз. Я Рабби, сенің қолында барлық нәрсе. Элон Маскқа берген сенсің, маған да бере аласың сен. Сенің қадірсің, маған күш қуат бер, ақыл бер, жігер бер, талап бер, еңбек етейін, табайын. Сенің жолында қанша қиналып жүрген мұсылмандарға мен көмектесейін. Ойламайық, дүние аз санаулы ғана біреуге береді, біреуге жоқ, бәріңізге беруге Аллах қадір. Алла субханаху ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алақан жайып садақа сұрайтын адам қалмай қалады дейді ғой бір уақыт келіп, е? Солай ма? Сол үшін 5 діңгектің біреуі болған тікелей зекет, екіншісі қажылық дейтін болсақ, ол да дүниеге қатысты. Солай емес пе? Енді кейде болады, біреу сізге сыйлық қылды, берді, бірақ біреудің дүниесі беріліп жатса да, умраға кетіп барасыз, қажылыққа кетіп барасыз, бірақ бәрібір ол да дүниемен жүзеге асып жатыр. Солай ғой. Ал енді қалған екеуінің өзінде Абай атамыз ораза намаз тоқтықта дейді. Қарның тоқ болса ғана дұрыстап құлшылық етесің. Қарның аш болса, жейтін ештеңең жоқ болса, ұрлыққа да барасың, қарлыққа да, басқаға да барасың. Құдай бетін аулақ қылсын, талай мысал қылып айтамын. Адам етін жеген күндер болды ата бабамыздың. Неге? Аштық. Қайда шариғаттың басқаның бәрі қалады ол кезде. Қарнын тойдыру үшін. Хазіреті Омардың заманында ұрлық көбейіп кеткен. Қол кесуді тоқтатқан тіпті. Қол кесуді тоқтатқан. Неге? Себебі мұқтаждықтан барып жатыр ол нәрсеге. Ұрлыққа. Мынау кетеді басымызда қиыншылық. Ертең қолы жоқтар қоғамы пайда болады. Соған жол бермеуіміз керек деп. Әйтпесе шариғат Алланікі, қараңыз. Хазіреті Омар реформа жасап жатыр сөйтіп. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен кейін бір пайғамбар болғанда ол Омар болар еді дейді. Шешім қабылдай біледі. Қай жағдайда көріп тұр, не мәселе дегендей. Пайғамбар алейхиссалату вассаламға олардың малдарынан ал дейді. Кімге беріледі? Кедейлеріне беріледі. Сол үшін дүние, Алланың берген дүниесі, одан жаңағы өзіңіздің адал еңбекпен таптыңыз, 40-тан бірі, 2,5% бердіңіз. Енді кейбір табыстар болады. Сіз еңбек оған аздау кетеді. Егін ектіңіз, суарасыз, дәрі шашасыз, басқа қыласыз, бірақ жылдың соңында жинап ала саласыз.
күнделікті барып істеп жатқан жоқсыз да енді ол жерде. Немесе маусымда бір егіп тастап қайтып жинап аласыз. Сол жерде азын-аулақ шығыныңыз бар, сол үшін 2,5% емес, 2 еселенеді. 5% бересіз. Егер егіп тастадыңыз, ешқандай сізден шығын шыққан жоқ, жауын жауды, өйтті-бүйтті шықты, бидайыңыз, басқаңыз мысалы. Одан 10-нан 1-ін бересіз. Ашыр. 2 еселеніп жатыр. Байқап ғой? Ал енді сенің месторождениең бар, 6-ын шығып жатыр өзіне, кейін шығып жатыр бір жерде. Маяқта жатсың өзіне, өзі шығып жатыр о жақтан. Ол жерден та 2 еселенеді. 20%-ын бересіз. Яғни сізден еңбек көбейген сайын сізден Алла аз алады. Түсінікті ғой, зекеттің. Ибн Умар, Алла әкесі екеуінен разы болсын, пайғамбар алейхиссалату жеткізеді. Бұл хадис көп тақырыптарға қатысты. Жаңа айтып кеттік. Ислам діні 5 діңгектен тұрады. Шахадат ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах деп, абдуху расул деп куәлік беру, намаз оқу, зекет беру, қажыға бару және Рамазанның оразасын ұстау. Көп тақырыптарда, осы 5 тақырыпта да естетін ең алғашқы хадистерден болып келеді бұл. Шында да осы 5-еуін қайым қылу үшін істеу керек. Жаңа айтып кеттім, ана 2-еуін өтеу үшін дүние керек. Әрине, дүниесі жоқ адамға мойнына парыз болып саналмайды. Бірақ неге сонықты жасамасқа? Алланың парызын сол үшін. Бір сахаба, пайғамбар алейхиссалам мынандай бір хадис естиді. Кімде-кім затын алып келген кезде ешқандай ренжімей, көңілінде бір кірбің болмай, базарда, дүкенде затын қайтып әкелді. Қуана қабылдасаң, жәннаттан саған Аллах Тағала сарай береді. Соны естіп бір сахаба дүкен ашады. Біраз жылдар бойы дүкен ашу оңай емес қой, базардың адамы 30-тар. Бірден жолға түсіп кетіп ғой. Уақыты кетеді біраз уақыт. Дүкен жолға түседі. Жептеуір бір күні алып дүкен жауып бәрін таратып жібереді. Не болды деген кезде, әлгі хадиске амал еткім келді дейді. Ешкім қайтарып әкелген жоқ дүниемді қанша жылдан бері. Мұны алып келді дейді. Болды, мен осы хадиске амал ету үшін ғана істедім ол тірлікті дейді. Басқа салынан адам болу керек мүмкін өзі. Айтқым келген, яғни әрбір хадис, әрбір аятқа амал етуге тырысуымыз керек. Қашанғы мен зекет алатындардың қатарында жүрем. Алушы қолдан, беруші қол абзал ғой. Мен де беруші қолдардың қатарынан ет, я Рабби деп тырыссаң, амал жасап, әрекет жасасаң, Аллах Тағала сені де солардың қатарынан қылады. Талхат ибн Убайдуллах, Алла өксен разы болсын, пайғамбар алейхиссаламның алдына бір кісі келді дейді. Нәждтен болған бір кісі айқайлап дауыс шығарып атты дейді. Сосын не болды деп сұрастырдық. Пайғамбардың алдына жақындап келді дейді. Сөйтті дағын пайғамбар алейхиссаламға сұрақ қойды дейді. Исламдағы ең жақсы амалдарды айтшы деп исламның амалдарын сұрап отырды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күніне бір тәулікте күндіз түнде оқитын 5 уақыт намазың деді. Ислам туралы, исламның амалдарын сұраған кезде осыны айтты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан әлгі кісі басқа жоқ па деп сұрады дейді. Жоқ. Нәпіл оқимын десең, қанша оқысаң оқи бер. Татауға, нәпіл оқыған сайын саған артығымен жазылады. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ары қарай Рамазанның оразасы бар деді. Исламдағы амалдарды сұрап жатқан кезде. Одан артық жоқ па деп сұрағанда, жоқ. Басқа парыз жоқ. Нәпіл ұстаймын десең, ерік өзіңде. Сөйтті де пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ары қарай зекетті айтты дейді. Сонда жылдық зекетті айтқан кезде, одан басқасы бар ма деді. Жоқ. Нәпіл берем десең бере бер. Яғни садақалар. Қанша берем десең бере бер деді. Сөйтті де орнынан тұрды да бұрылып пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдынан кетті дейді. Мен осыны арттырмаймын да, кемітпеймін де деп кеткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жәннати адамды көріп қуанғыларың келсе, мына адамды көре беріңдер деп айтты дейді. Яғни дінімізде талаптар қатты көпте емес.
көріп жатсыздар ғой, шамалы іс-әрекетпен, азын-аулақ қимылмен жәннати атанудың жолы бар. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам енді адамдардың нені көтере алады, нені көтере алмайтындығын біліп те айтатын болған. Әбу Бәкір Сиддиққа қойылған талаппен мынау Нәждтен келген біреуге қойылатын талап бір емес. Көріп жатсыздар ғой. Хазіреті Омар айтады ғой, бүгін озам деп ойладым дейді ғой жаңа. Хазіреті Абу Бәкірден озам деп ойладым бүгін дейді. Себебі дүниелеріңді алып келіңдер деген кезде мен бай едім дейді. Бардым да үйдегі жарты дүниемді алып келіп, пайғамбардың алдына қойдым. Әбу Бәкір Сиддиқ үйіндегі барын алып келді дейді. Бірақ бары оның шынатағына ілінетін деңгейдегі бір түйіншектің ішіндегі зат еді дейді. Енді сізге біреу зекетін әкеп беріп тұрса, садақасын, қанша әкелдің деп те сұрауға ұяласың ғой, сол емес пе? Бұл жерде сұрақ басқаша кетіп жатыр. Үйде қаншасын қалдырдың деп жатыр. Үйде қаншасы қалды дейді. Біреу сізге сөйтіп әкеп беріп тұрса, сұрай алмайсыз да ғой деп, үйінде қанша қалды, не шаруаң бар сенің дейді. Жақсылық істеп тұрған жоқпын ба саған? Рахмет айтпайсың ба? Ол жерде деңгей. Мысалы, осы сұрақты Омар мен Әбу Бәкірге қойды. Бәріне қойған жоқ қой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Көтере алатын деңгей бар әркімнің. Оларға одан да көбірек қойылады. Неге? Одан да ара қарай әрекет жасасын тағы деп. Бәрінен сұрап шыққан жоқ осы нәрсені. Сол үшін де бұл жерде әлгі сахаба үш ақ амалды айтты. Болды, мен арттырмаймын да кемітпеймін деп кетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жәннати адамды көргілерің келсе көріп қуана беріңдер деп жатыр. Ибн Аббас, Алла өксін разы болсын, пайғамбар алейхиссалам жеткізеді. Муазды пайғамбарымыз Яманға жіберіп отырып, былай деп айтты дейді. Оларды ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллах калимаға шақыр. Егер оған бас етін болса, оларды ары қарай Алла оларға күніне 5 уақыт намазды парыз еткендігін айтты. Бір тәулікте оқылатын намаздары бар. Оған бас иіп құлдық ететін болса, оларға ары қарай Алла тағаланың садақаны, яғни зекетті, байларынан алып кедейлеріне беруді парыз еткендігін айтты деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Яманға жіберіп отырып, Муаз ибн Жабалға осындай талаптарды қойған екен. Енді осы хадистен ғалымдарымыз айтады, байларынан алып кедейіне бер деді. Бұл жерде географиялық мәселе де бар дейді. Мына жақтан алып бар, о жаққа Африкаға жіберіп отырсаң, шамалы бір әдептілігіне жатпайды зекеттің. Сол территориядағы адамдарға Аллах тағала беріп жатыр ма? Демек, сол жердегі кедейлеріне таратқаны дұрыс. Көршісі аш отырып, ол басқа бір облысқа барып садақа таратып отырса, этикаға келмейді. Сен көршің, төңірегіңдегі ағайын туысың, жақындарың бар, соларға берсең, олар ары қарай тағы да не істейді? Сенің дүниеңе дұға жасайды, көзін алартпайды. Басқа жаққа апара бергеннен кейін ұрлыққа да түседі, басқа да қылады, алады. Мына көбінесе неде болып жатқан жағдайлар, кәсіп орындарында көп кісілер сол өзінің төңірегіндегілердің жыртығын жамаумен содан бастайды. Сонда олар не істейді? Адал қызмет етуге ары қарай тырысады. Аналардың айлығын кешіктіріп беріп, қысқартып, премия бермей өзі Мальдивада жүріп, анда-мында қыдырып жүрсе не істейді? Біздің айлықты бермейді, үйтпейді, табыспен шықсақ та премия бермейді деп көзін алартады ғой қызметкерлер, дұрыс па? Сол үшін ең дұрысы сол өзіңіздің төңірегіңіздегі, жақыныңыздағы. Енді білем, кейде болады. Біреуге деп бере берсең, ол соған үйреніп алады. Жұмыс істемейді, бәріп береді ғой, зекеті жақындап қалды, ораза береді ғой. Бізге береді деп жұмыс істемей, жата беретіндер бар. Бауырлары болуы мүмкін, ол қызметкерлері болуы мүмкін. Оны көрегенділікпен байқап отқан адам өзі де оны тәрбиелеуге тырысады. Әртүрлі жолдары бар. Жалпы айтқым келгені, осы хадиске сүйеніп ғалымдарымыз өзің төңірегіңдегі тұрған жерің, солардың ақысы бірінші дейді. Соларға берілу керек дейді. Оларға беріп жатсың, одан артылып жатыр. Болды, бір Африкада құдық қазылып жатыр. Ниет еттің бір, солардың да бір шөлін қандырсам екен деген әбестік жоқ. Бере бересің. Бола береді. Ибн Умар радиаллаху анху, әкесі екеуінен Алла разы болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан жеткізеді. Пайғамбарымыз айтады, адамдар кәлима ла иляха иллаллах Мұхаммад расулаллахын айтып, намазын оқып,
зекетін беріп, осы амалдарды істейтін болса, олардың малы да, жаны да, ары да мен үшін харам дейді. Істемейді ма осы амалдарды? Онда оларға соқсашамын деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қатты ескертеді. Себебі пайғамбардың жіберілу мақсаты да сол. Адамдарға дінді жеткізу. Жеткізу барысындағы кедергілермен шайқасу ол жихад деп саналады. Абу Хурайра радиаллаху анху, яғни бұл хадисте соншалықты маңызды дүниелердің біріне зекетті де кіргізіп жатыр. Көріп отырсыздар ғой. Кәлима айту екі бастан, намаз діннің негізгі тіректері болса, оның қатарына зекет те кіріп жатыр. Өзім білем, берем, бермеймін деген нәрсе жүрмейді. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады. Пайғамбар алейхиссалату вассаламның өмірден өткеннен кейін мәселе туындады дейді. Кейбір тайпалар пайғамбар тірі кезде біз зекетімізді апарып беретінбіз. Енді қазір өмірден өтті, бермесек те бола береді деген ойға келеді. Енді кейбір ғалымдар айтады, ол зекеттен түбегейлі бас тартқан жоқ олар дейді. Пайғамбарға апарып бермейміз. Пайғамбар өмірден өтті ғой енді. Байтул мал деген нәрсе болады, мұсылмандардың қазынасы. Сояққа апарып бермейміз деді дейді. Кейбіреулер мұртат болды діннен. Сонда зекеттен бас тартты. Алланың парыздарының бірі болған. Соған Абу Бакр Сиддиқ соқсашам дейді. Хазірет Омар таң қалдым дейді. Кәлима айтып жатқан адамдармен соқсасын ба? Мұсылман ғой. Жоқ дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның заманында қалай болған болса мен солай ұстап тұрам дейді. Тіпті малын әкеп байлап кетіп, менің заманымда сол жібін алып кететін болса, солармен де қарсы соқсам дейді. Яғни қалай болды солай. Бұл жұтпайым деп. Хазірет Абу Бакр. Сонда Хазірет Омар айтады, мен маған қарағанда Абу Бакрдың осы нәрседе Алла көкейін ашқан екен оның. Ол көрегенділік танытты деп Хазірет Абу Бакрды мақтаған екен. Абу Айюб, Алла өксен разы болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи саламға бір кісі келіп былай деп айтты дейді. Мен жәннатқа кіргізетін бір амалды айтшы деп айтты. Сонда Аллаға құлшылық етіп оған еш нәрсені серік қоспа, намазыңды оқы, зекетіңді беріп, туыстық қарым қатынасты нығайт деп айтты дейді. 4 нәрсенің ішінде бұл жерде де зекет бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әлгі кісіге жәннатқа кіргізетін амалдардың бірі деп зекетті де ерекше айтып кетті бұл жерде. Яғни мән беретін нәрселердің бірі екен ағайын. Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыздан жетседі. Бір араби пайғамбарымыздың алдына келді дейді. О Алланың елшісі, маған бір амал көрсет деп айтты дейді. Оны істесем жәннатқа кіріп кетейін деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға серік қоспай еш нәрсені құлдық ет оған, намазыңды оқы, зекетіңді бер, Алланың саған парыз еткен Рамазанның оразасын ұста деп айтты дейді. Сонда жаңағы жерде туыстық қарым қатынас болса, мына жерде Рамазанның оразасын қосып жатыр енді. Жаным құзырында болған Алланың атымен ант етейін, азайтпайым да, кемітпейім де деп айтты дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жәннати адамды көргілерің келсе, міне адамға қарап қуана беріңдер деген екен. Жарир ибн Абдуллах Пайғамбар алейхиссалату вассаламға мен қол бердім дейді. Байат беру дегенді білесіздер, оны айтып кеттік өткен дәрістерде. Сонда қол берген кезімдегі уәде еткен дүниелер, намаз, зекет беру, әрбір мұсылманға насихат айту деген екен. Яғни мұсылманға насихат айтып отыру, ақыл кеңесіңмен бөлісе отыру, бұл да Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям байат қабылдаған, байат беріп жатқан кезде сахабалар қабыл айтқан міндеттерінің, амалдардың бірі екен. Сізге Аллах Тағала бір нәрседе білім берді, үйрендіңіз, білдіңіз, өзгемен бөлісіп, айтып, әсіресе ақыл сұрап келген кезде міндет болады. Ақылды айту. Мұсылмандағы міндеттерінің бірі. Доктор ат бір бөлігін садақа қыл,
иә? Енді 1/3 қыла алмасақ та, 2,5% қыла берейік. Бірте-бірте өсер ол да. Ақырын. Жаңа табысқа байланысты. Жеңіл болған сайын, зекетіңді өсіре бер. Саған жеңіл кеп жатыр ма, мына жақты көбейт. Бір рет қомақты қылып беріп жібергеннен үнемі үздіксіз беріп отырған сауап жақсырақ. Аллах Тағалаға ұнайтын амал деп келеді хадисте. Жалғасын тапқан амал дейді. Енді бүгінгі садақа зекетке қатысты болған екен, соны айтып отырмын. Мейлі нәпілде болсын, оразада болсын, қай амалда болсын, жалғасын тауып отырған амал Аллаға ұнайтын амал. Сол үшін бір жақтан келіп қалды ма, немесе айлығыңыз ба, бөліңіз. Оның ішінде ата-анаңыздың да ақысы бар. Сіздің осындай болып дүниеге келіп жетілдіңіз, дүние тауып атсыз. Сізді бала күнде тастай саған жоқ, өсірді, жақсылап, оқытты, білімді қылды дегендей. Олардың да ақысы бар. Оларға да беріп отырыңыз табысыңыздан. Өмірден өтіп кетті ма, солардың атынан садақа қылып отырыңыз. Өлді өшті емес қой. Дәптер ашық тұр ғой. Мүмкіншілік бар ғой. Солай емес пе? Тірі кезінде әртүрлі себептермен айтқан істей алмадың, көңілінен шықпадың, риза қыла алмай қалдың. Өмірден өтіп кетті ма? Солардың атынан бер садақа. Табысымның бір бөлігін соларға арнаймын деп. Бір бөлігін жоқ жітікке, міскінге, пақырға, бір бөлігін бала-шағаға. Өзім тауып атырмын деп сыртта тойып, жолдастармен арнымен қыдырып жүріп, үйге бәштен кетпейді, шыдаңдар ей деп. Жарылады ғой олар да бір күн. Сол үшін Алланың бергеннен, енді мынау страховой компания дегенді білесіздер, е? Сақтандыру. Мәжбүрлеп қойды ғой енді қазір. Ең жақсы сақтандыру бұл зекет садақа. Ол сақтап тұрмайды ғой деп ойлап жатқан шығарсыздар, е? Дереу миымызға бірінші сол тұрмайды ғой, кетеді ғой деп ойлаймыз. Есесімен келеді ол. Мына дүниедегі сақтандыру компаниясы жылдың соңында ешқандай не болмаса бермейді ғой айтып саған. Болды ақ қойды ғой қызметіміз деп. Бермейді қайтып сізге. Аллах Тағала не деп жатыр? Берем дейді. Есесімен береді. Тазалап береді. Бай болғың келсе садақа бер дейді. Бұл жерде де біздің математикамыз не дейді? 1 миллионнан, 2 миллионнан 50 мың берсең 1.950.000 қалады ғой дейді бізге. Жоқ, бай болам десең бер дейді. Бірақ бұл жерде Алламен шынайылық болу керек. Мына жақта шынайылық болу керек. Кән бердім, күтейінші кән, берем бермейме. Кейбір кісілер бар, намазға сөйтіп шыққан ғой, бәрі жақсы болып кетеді, жолың ашылады деп. Намаз оқыдың, ештеңе болған жоқ қой дейді. Олай жаңағыдай кәні көрейінші, болам екен деген секілді бір саудагердің тіршілігін істемеу керек. Құл болдың ба, құлдығыңды жаса. Шынайы сен. Бір сахаба таң намазға келе жатқанда бір үйіліп жатқан топырақты көреді. Осынша алтыннан болғанда мен садақа қылар ем дейді. Ол мына жағына өзіне рұқсат етті де, барма мен беретін ем деп. Келді, намаздан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сұрап жатыр. Кім садақа етті? Үйіліп жатқан топырақтың көлеміндей алтынды сұрайды. Кім садақа қылды? Ешкім жоқ. 2-3 рет сұрағаннан кейін біреу айтады, я Расулалла, мен ниет еттім дейді. Болса беререм деп. Алла оған жазды ма? Жазып қойды. Оны қаяқта алады? Ақыретте. Ақыреттегі сауап алатынымыз шын емес пе? Ол әшейін бір ауада тұратын бейтіп бір нәрсе емес қой ол. Мына дүниеге қарағанда шынайы. Мына дүниеде біз бір тіршілік істеп, мынаны сатып аламыз ғой барып, қажеттілігімізді. Тастап кететін дүние. Одан да шын ғой ана жақта берілетін нәрсе. Соны істеймін деген ниет еткен адамға Алла беріп қойды. Жүзеге асырса, оны сүйіп жазады ол сауапты. Істей алмай қалса да бір сауап. Енді ақырет шын болатын болса, ол жақтағы берілетін нәрселер мына дүниеге қарағанда шынырақ болатын болса, мына дүниедегі жалғандағы нәрсені Құдай бермей ма сізге? Ниет етсеңіз, береді әрине. Ниет етіңіз, я Рабби, болса мен
Мен әр мешіт ашылып жатқан кезде барам, я Аллам, маған да нәсіп етші бір мешіт салу деп. Әр мешіт ашылып жатқанда ниет етем. Барам. Бірақ іштей өз-өзіме кейде сұрақ туындайды. Қайтып саласың? Ақшаң жоқ қой дегендей. Тыныш, сол бір кірпіш болса да жүре берсейші деп. Бірақ ниет ете берем. Аллах Тағала алды да мешіттерде қызмет ететін имамдардың шығатын жерін университеттің ғимаратына әкеп сап қойды қызметке. Жүгіріп жатырмыз. Бірақ бәрібір ниетім бар, өз ақшамда мен де иншалла бір мешіт салам деген. Ниет етіңіздер. Алла ниетіңізге жараса береді. Алла субханаху ва тағала өзіне шынайы түрде ықыласпен құлшылық етуді нәсіп етсін. Құлшылықтарымызда тұрақты болуды нәсіп етсін. Жаңа айтқандай, әрбір амалдың жалғасын тапқан тұрақтылық Аллаға ұнайды. Субханак Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирук ва натубу илейк. Я Раббул аламин, алған білімімізге амал етуді нәсіп ет, амалымызды ықыластылардың қатарында ет. Ауырып жүргендерге өзің шипаңды бер, сапардағылардың сапарын оңды ет. Рахметке. Ассаламу алейкум.